Балалар өнер мектебінің Спички Хрусталь театр білімінің оқушылары мемлекеттік емтихандарын ерекше форматта тапсырды. Емтихан дәстүрлі сұрақ-жауап немесе сахналық үзіндімен емес, толыққанда театр қойылымы арқылы өтті. Көрермендерге арналған әсерлі кеш Ағыбай Батыр атындағы оқушылар сарайы сахнасында ұйымдастырылды. Жас өнерпаздар келушілерге Чарльз Диккенстің Рождестволық ән спектаклін сахналады. Қойылымға қала тұрғындары, ата-аналар, ұстаздар мен өнер мектебінің ұжымы қатысты. Залға жиналған көрермендер жас актерлердің өнеріне куә болып, олардың сахнадағы шеберлігіне тәнті болды. Оқушылар тек рөл орындап қана қоймай, кәсіби театрдың барлық талабын сақтауға тырысты. Сахналық қозғалыс, дауыс ырғағы, кейіпкер мінезін ашу, костюм мен жарық үйлесімі бәрі мұқият пысықталған. Что все это значит? Что вам от меня нужно? Очень многое. Бүгін балалар өнер мектебінің Спички Хрусталь театрының оқушылары өздерінің мемлекеттік емтихандарын тапсыруда. Қазір бұл кісілер жиналған халықтың алдында, көрермендердің алдында Чарльз Диккенстің Рождественская песен спектаклін көрсетіп жатыр. Осы мамыр бойы біздің мектепті бітіретін 73 түлек мемлекеттік емтихандарын тапсырды. Ол музыка бөлімі тапсырып өтті, көркемөнер бөлімі тапсырып өтті. Енді мінекей бүгін осы театр бөлімінің түлектерінің жұмыстарын көріп отырмыз. Бұл қойылым оқушылар үшін жай ғана шығармашылық кеш емес, мемлекеттік емтиханның негізгі бөлігі саналады. Ұстаздар әр оқушының рөлді орындауын, сахнадағы өзін ұстауын, дикциясы мен актерлік қабілетін арнайы бақылап, жылдық қорытынды бағаларын шығарады. Сондықтан әр көрініс пен әр деталь үлкен жауапкершілікпен дайындалған. Айта кету керек, биыл балалар өнер мектебінде 72 түлек мемлекеттік емтихандарын тапсырды. Әр бөлім өз бағыты бойынша шәкірттердің қабілетін жан-жақта ашып, олардың шығармашылық әлеуетін көрсетті. Ал театр бөлімінің орыс тобы сахналаған қойылым кештің шоқтығын биіктетіп, көрермен көңілінен ерекше орын алды.